Саламатсыздар, білім алушылар. Анатомия, спорт, морфология негіздері пәні бойынша нөмірі 13-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы жыныстық көбею жүйесі. Дәрістің жоспарында қарастырылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ: жыныс мүшелерінің құрылысы. Екінші: жыныс мүшелерінің қызметтері. Үшінші: жыныс жасушаларының бөлінуі. Төртінші: құрсақтағы даму. Қарастырылатын бірінші сұрақ: жыныс мүшелерінің құрылысы. Аталық жыныс жасушалары сперматозоидтардың даму процесін стерматогенез деп атайды. Ол сыртқы және ішкі болып екіге бөлінеді. Сыртқы мүшелерге ума және жыныстық мүше жатқызылады. Ішкі мүшелеріне екі аталық без, шәует шығаратын түтіктер, ұрықтық көпіршіктер және құлып асты безден тұрады. Аталық без ұзындығы 4-5 см, салмағы 15-30 грамм, орналасу орны ума ішінде. Қызметі: сперматозоид бөліп шығарады. 1 куб сантиметрде 60 миллионға жуық сперма болады. Аналық жыныс жасушалары овоциттер дамуын овогенез деп атайды. Оларда сыртқы және ішкі болып екіге бөлінеді. Сыртқы мүшелеріне үлкен және кіші жыныстық жапсарлар, екінші шүртекелер, яғни клиторлар жатқызылады. Ал ішкі мүшелерге екі аналық без, ұзындығы 4 см, ені 2 см, қалыңдығы 1 см фолликулалар жатқызылады. Екінші қынап, үшінші жатыр түтігі, соңғысы жатыр мүшесі болып табылады. Алдыңыздағы слайдта жаңа айтылған мүшелердің, яғни аталық жыныс мүшесі және аналық жыныс мүшесі. Яғни суретте көріп тұрғандарыңыздай, бұл екі аталық без, қуық безі, шәует шығаратын түтік және зәр шығаратын өзек, яғни осы мүшелерден тұрады. Ал аналық жыныс мүшесі бұл жатырдан, жатыр түтігінен және жатыр мойнынан, яғни бұл жерде жартылай жыныстық мүше суреті көрсетілген. Келесі слайдта жыныс мүшесінің қызметтері. Аталық жыныс мүшесінің қызметтері: ол гаметалар, сперматозоидтар жасау, аталық жыныс гормондарын жасау, сперматозоидтар тасымалдауға арналған сұйықтықты жасау, сперматозоидты өзінің қоректік заттарымен бірге аналық жыныс жолдарына тасымалдау қызметін атқарады. Ал аналық жыныс жүйесінің қызметтері: ол гаметалар жұмыртқа жасушасын жасау, аналық жыныс гормондарын жасау, эстрогендер қызметі. Келесі эмбрионның өсіп жетілуіне қолайлы орта жасау. Соңғы дамып өскен эмбрионды өмірге әкелу. Аталық без фолликулалық көпіршіктерден түзілген, оның ішінде жұмыртқа жасушасы пісіліп жетіледі. Жұмыртқа жасушасының пісіліп жетіліп сыртқа шығуын овуляция деп атайды. Осы менструациялық циклмен сәйкес келетін, сондықтан ол 28 күнде қайталанып отырады. Үшінші, жыныс жасушаларының бөліну. Қалай бір ғана жасушадан үлкен бала дүниеге келеді деп ойлайсыз? Бұл дегеніміз, суреттегі көрсетілгендей, ұрықтану кезінде анадан 23, әкеден 23 хромосома қосылып, 46 хромосома түзіліп, жеке ағза мүшелері мен мүшелер жүйесін құрайды. Сперматозоид жұмыртқа жасушасымен қосылып, зигота түзеді. Зигота бөлшектенеді, зигота түзеді. Зигота бөлшектенеді, бұл жерде миоз процесі арқылы
бластулаға дейін процесс жүреді. Бластулада эмбрион түзілу басталады. Ол жатырға түсіп, жатырда ұрық түзіледі. Жүктілік осы кезден басталады. Келесі апталарда толықтай жоспардың 4-ші сұрағында, яғни құрсақтағы дамуда айқын анықтай аламыз. Яғни мұнда құрсақтағы дамудың 1-ші айында орталық жүйке жүйесі мен қан айналу жүйелері қалыптасады. 3-ші аптада жүрек соға бастайды, ми мен жұлын қалыптаса бастайды. Ал 2-ші айда аяқ қолдары мен құлақ көріне бастайды белгілері. Бұлшық еттер мен омыртқа сүйегі қалыптасады. Көз қабағы жұмулы. Жүктіліктің 7-ші айына дейін жабық болады. Барлық басты ағзалар, мысалы бүйрек, бауыр, өкпе негіздері қалыптасады. Нәресте қимылдай бастайды, бірақ оны анасы сезбейді. Миы дамып, бұлшық мен ағзалардың жұмысын басқара бастайды. Бүкіл жүктілік кезінде нәрестенің миы оттегі мен нәрлі заттарды анасының қаны арқылы алады. Ол бала жолдасы плацента арқылы байланысқан. Бала жолдасы анасының қанын баланың қанынан ажыратып, оған нәрлі заттарды оттегін жібереді. Бұл кезеңде нәрестенің бойы 2,5 сантиметр болады, яғни 2 айдың кезінде. Келесі 3 айда бұлшық еттер мен жүйке жүйесі дамиды. Нәресте сору, жұту қабілеттері пайда бола бастайды. Тыныс алу рефлекстері даму үстінде. Нәресте өзінің қоршап тұрған қағанаты суымен тыныстайды. Ол оның тыныс алу жүйесінің дамуына септігін тигізеді. Басқа қарапайым рефлекстер де қалыптаса бастайды. Нәресте еріндерін жыбырлатады, маңдайын тыжырайтады, басын бұра бастайды. Оның жынысын анықтауға болады. Бүйректері жұмыс істейтіндіктен нәресте несеп шығара бастайды. Шашы өседі, денесінде түк пайда бола бастайды. 4-ші айында нәрестенің тез өсуі жалғаса береді. Саусақтарына тырнағы өседі, көз, құлақ, мұрын жақсы қалыптасады. Нәресте анасының даусын, жүрегінің соғуын, сыртқы ортаның шуын ести алатын жайлар дәлелдемелерде бар. 5-ші айында шамамен осы уақытта анасы алғаш рет нәрестенің қозғалысын сезе бастайды. Баланың терісіндегі нәзік түк пен ласон сияқты қоймалжың ақшыл сұйықтық оның айналасындағы қағанат суынан қорғап тұрады. Жүктіліктің соңына қарай қоймалжың сұйықтықтың көбі өздігінен жоғалып кетумен туған нәрестенің терісінде оның аздаған бөлігі әлі де қала береді. Бұл егер ерте бала босанатын болса, ол балаларда айқын байқалады. 6-ші айда бұлшық еттер мен ішкі ағзалары тез өседі, миы дамып жетіле бастайды. Баланың ояу болатын, ұйықтайтын кездері жақсы қалыптасады. Оның ұзындығы 30 сантиметр, салмағы 500 грамм шамасында болады. 7-ші айында нәрестенің көздерін жауып тұрған қабақтары енді ашық, кірпіктері пайда бола бастайды. Баланың көру, есту, дәм сезу, сипап сезуі қалыптасады. Ол анасының даусын тани бастайды. 8-ші айда терісінің астындағы майлы шел қабаты бала туылғаннан кейін оны қуатпен қамтамасыз етеді. Және дене температурасын реттеуге көмектеседі. Бала жолдасы арқылы келетін анасының гормондарының әсерінен нәресте оның көңіл күйі мен сезімдерінің қандай екенін сезініп, оған өзіндік қимылдармен жауап бере бастайды. 9-ші айда жүктіліктің соңына жетіп, бала дүниеге келеді. Қорыта айтқанда, адамның ұрықты
болу жүйесі ең маңызды биологиялық қызметтерді, жыныс жасушаларының түзілуін, ұрықтануын және жаңа организмнің дамуын орындау арқылы жалғасуын қамтамасыз етеді. Ерлер мен әйелдердің ұрықты болу жүйесі анатомиялық жағынан ерекшеленеді, бірақ үйлесімді түрде жұмыс істейді. Аталық ағзалар сперматозоидтардың түзілуін және тасымалдануын қамтамасыз етеді, ал әйел мүшелері жұмыртқаның жетілуін, жүктілікті және баланың тууын қамтамасыз етеді. Жыныс жасушаларының бөліну процесі мейоз, тұқым қуалайтын әртүрлілікке ықпал етеді. Жатардағы ұрықтың дамуы зиготадан жаңа туған нәрестеге дейін қатаң дәйекті кезеңдерден өтеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.